Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге нағыз палаудың рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Бізге ең алдымен етін дайындап алу керек. Кез келген малдың еті бола береді. Менде сиырдың еті. Етті қарасаңыздар майлы, сондықтан мен сүйек майды аз қосатын боламын. Қазір алдағы уақытта көретін боласыздар. Сонымен қатар малдың майын қосамыз. Әсіресе қойдың құйрық майы қосылса өте дәмді, керемет болып шығады. Менде осы сиырдың етінің майын қосамын. Осылай майдалап турап аламыз және қазанымызға салып шыжғырып аламыз. Осылай қызартып майы шыққаннан кейін шыжығын бөлек ыдысқа салып аламыз. Енді сүйек майы қосамыз. Енді етімізді салып жақсылап қуырып аламыз. Жалпы ет барлық жағы қып-қызыл болып қуырылу керек. Оған дейін біз сәбіз бен пиязымызды турап аламыз. Пияз жарты килограмм қосылады. Жалпы мен 1 килограмм күріш пісіремін. Жарты килограмм пияз, 1 килограмм сәбіз қосылады. Сәбізді де тура видеодағыдай турап аламыз. Енді қарасаңыздар, ет толық қызарып қуырылған. Осылай қуырып аламыз. Енді пиязымызды қосамыз. Пиязды да жаңағы қызартып қуырып аламыз, араластырамыз. Міне қарасаңыздар, пияз басылған, қуырылып, осы кезде сәбізімізді қосамыз. Сәбізді реттестіріп, кішміш қосамын және су құямыз. 1 шай қасық тұз салуды ұмытпаңыздар. Су жалпы осы сәбізбен бірдей деңгейде болу керек. Негізінде палаудың оригинал рецептінде науат қосылады, бірақ ол міндетті емес. Әркім өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Және 1 бас чеснокты қосамыз. Сәбізді салғаннан кейін жарты сағат жай отта қайнау керек. Одан кейін күрішімізді саламыз. Күрішті салғаннан кейін реттестіріп, жаңағы суымызды құямыз. Су осы күрішпен бірдей деңгейде болу керек. Және 1 шай қасық тұзымызды саламыз. Қатты отта қайнатамыз, суы сарқылғанша. Суы сарқылғаннан кейін осылай сарқылады. Одан кейін барып күрішті ортаға қарай жинастырамыз қасықтың көмегімен. Одан кейін бетін тегістейміз. Осылай жасаймыз, видеода көрсетілгендей. Одан кейін қасықтың көмегімен 3 жерден тесеміз және астын жай қоямыз. Одан кейін қазанның қақпағын осындай мен орамалмен ораймын, ешқандай бу шықпау үшін, өз буында пісу үшін. Осылай жарты сағатта пісіп шығады. Қарасаңыздар, пісіп шықты. Енді жақсылап араластыру керек. Және астындағы ең бірінші чесногымызды алып аламыз. Одан кейін етті де бөлек ыдысқа алып аламыз. Етті бөлек ыдысқа алып алғаннан кейін жалпы палауды
жақсылап араластыру керек астынан үстіне. Жақсылап араластырғаннан кейін ыдысымызға саламыз. Одан кейін етімізді турап ең үстіне салатын боламыз, және пиязды да ең үстіне әдемелеп турап саламыз. Осымен менің палауым дайын, өте дәмді болып шығады. Сондықтан менің рецептіммен міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнап жатса лайк баса кетіңіздер.